Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat, Allah barcamızın orazamızı kabul etsin. Qasitli Ramazan barcamız mübarek olsun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette estağfirullah. La in şekertum la azidannakum ve la in kafartum inna azabi leşedid. Sadakallahu'l azim. Manası Allah Teala Kur'an'da aytып отыр. Егер менің берген рызық несібеме шүкіршілік етсеңдер, одан да арттырып көп қылып беремін дейді. Ал енді менің берген рызық несібеме шүкірсіздік етсеңдер, онда менің азабым қатты деді Аллах Тағала. Осы аятқа бір хикаяны келтіремін қазір. İbrahim Aleyhisselam bәріміз білеміз, İbrahim Peygamber. İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Peygamber Aleyhisselam баласы İsmail Aleyhisselam болған. Сол İsmail Aleyhisselam қазіргі Мекке қаласының орнында бұрын ол Мекке қаласы болмай тұрып, Жүрхум деген тайпа өмір сүрген. Сол Жүрхум деген тайпаның ішінде ер жетіп өседі İsmail Aleyhisselam. Сол жерде ер жетіп өседі. Содан кейін жаңағы өскеннен кейін ол кезде жаңа Ибрахим Алейхиссалам басқа бір ұзақ жерде тұрады екен. İsmail Aleyhisselam сол Мекке қаласының орнында тұрады екен қазіргі. Сол жерде Замзам шығып қойған, Жүрхум тайпасы тұрады сол жерде. Сол жерде өсіп, жетіліп, сол Жүрхум тайпасының бір қызына үйленеді. Содан жаңағы үйленгеннен біраз күннен кейін жаңағы İsmail Aleyhisselam бір жұмыстармен бір жаққа кетіп қалады. Сол кезде әкесі Ибрахим Алейхиссалам баласын іздеп келеді үйіне. Үйіне іздеп келеді. Сөйтіп кім бар деп есігін айқайлайды, есігін алып. Сонда жаңағы келіні шығады. Келін шыққаннан кейін İsmail бар ма деп сұрайды. Жоқ, бір жаққа кетті деп айтады. Жағдайларың қандай, тұрмыс тіршіліктерің қандай деп сұрайды. Сонда айтады, жағдайымыз өте нашар дейді. Жағдайымыз өте нашар. Не тамаққа жарамаймыз, не киімге жарамаймыз, еш нәрсе жарамаймыз деп жаңағы шағымданады атасына. Бірақ ол ата тегін білмейді жаңағы İsmail Aleyhisselam келіншегі. Ибрахим Алейхиссалам ата тегін келіп тұрған адамның қайын ата тегін білмейді. Кейін болғаннан кейін айтады, İsmail келсе сәлем айт дейді. Және оған мына менің сөзім жеткіз дейді ғой. Үйінің табалдырығын ауыстырсын деген сөз айт дейді. Соны Ибрахим Алейхиссалам кетеді. Кеткеннен кейін бір-екі күннен кейін жаңағы İsmail Aleyhisselam қайтып оралады. Оралғаннан кейін сұрайды ол келіншегінен. Мен жоқ кезде үйіме мені біреу іздеп келді ма дейді. Я дейді, бір қара еркек іздеп келді дейді. Не деп дейді? Осы жағдайымды сұрады дейді. Сен не деп жауап бердің дейді. Мен жағдайымыз өте нашар деп жаңағы шағымданып, тұрмыс тіршілігіміз өте қиын екендігін айттым дейді. Сонда айтады, сонда тағы мына сөзді айт дейді. Үйінің табалдырығын ауыстырсын деген сөзді айт дейді. Сонда жаңағы баласы İsmail Aleyhisselam біліп қойды. Ол менің әкем ғой дейді. Мен түсіріп отырмын. Ол менің әкем Ибрахим Алейхиссалам ғой дейді. Ибрахим пайғамбар ғой дейді. Ол кісінің жаңағы үйінің табалдырығын ауыстырсын деген сөзі сенен ажырас деген сөзі ғой дейді. Болды сен ажыраса бер, сен мен ажырасам, сен босың кете бер деп жаңағы бірінші әйелін ажырасып кетеді. Сонымен екінші рет қайтадан үйленеді. Үйленгеннен кейін тура жаңағы алдындағыдай İsmail Aleyhisselam үйінде жоқ кезінде әкесі Ибрахим Алейхиссалам тағы іздеп келеді. Үйінде болмай қалады сол кезде. Келеді, үйінің алдына келген кім бар деп айқайлайды. Жаңағы екінші келін шығады. Екінші келін шыққаннан кейін амандасып болғасын жағдайларың қандай деп сұрайды ғой. Сонда айтады, жағдайымыз Аллах Тағалаға шүкір, жағдайымыз өте жақсы дейді. Тұрмысымыз өте жақсы. Ішкеніміз алдымызда, ішпегеніміз артымызда, қарнымыз тоқ, көлеміміз көк дейді. Ішкеніміз Замзам суы, жегеніміз ет, Құдайға шүкір дейді ғой жаңағы. Шүкіршілік білдірді, Аллах Тағала шүкіршілік білдірді. Сонда жаңағы атасы Ибрахим Алейхиссалам келін ырза болып бата береді келініне. Аллах Тағала сендерге İsmail екеуіңе дейді, ет пен суда береке берсін деп бата береді. Амин Аллаху деп. Содан жаңағы Аллах Тағала пайғамбар ғой Ибрахим Алейхиссалам пайғамбар. Бұл пайғамбарлардың дұғасы тілегі ешқандай қайтармайды, Аллах бірден қабыл етеді. Сонда жаңағы сол İbrahim Aleyhisselam дұғасының берекетімен, келініне берген батасы себебімен Мекке қаласы исламдың ең үлкен, ең бірінші орталығына айналды. İbrahim Aleyhisselamның жаңағы дұғасы шарафатымен. Ал енді біздің пайғамбарымыз Мұхаммад Алейхиссалам Мәдина қаласы үшін дұға қылған ғой. Бірінші Мекке, одан кейін Мәдина ғой. Сол Мәдина пайғамбарымыз айтқан, İbrahim Aleyhisselam Мекке қаласы үшін дұға қылды. Аллах Тағала Мекке қаласында İbrahim пайғамбардың дұғасының шарафатымен соның себебімен гүлдендірді дейді Аллах Тағала.
Bereket kılıp degen eken. Al men Madina kalasını dua kılam degen eken. Şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimizin duasını sebebimen, şarafatымен Madina kalası İslam dinindeki Müslümanların ikinci kasiyetli kalasına aynalan eken. Maşallah. Сол жаңа жауаптағы екен қайып айтам жаңағы Ибрахим алейхиссалам жаңағы келіні бата берген кезінде үйінде тек қана сумен ет болған екен. Замзам суымен ет қана болған екен да. Егер де сол кезде үйінде дәнді дақылдар жаңағы жүгері, бидай, арпа дегендер болған дейді. Егер бар болғанда. Жаңа Ибрахим алейхиссалам келінде сендерге Аллах тағала осы мынау бидай, жаңағы жүгері сияқты дәнді дақылдарға Аллах тағала бергізбес деп бата бергенде дейді. Мекке қаласында қазір бидай өсіп тұрады. Бірақ қазір үйде өспейді, бидай өспейді. Сондай екен жаңағы. Сол жаңағы Ибрахим алейхиссалам дұғасы шарапаты қазір замзам суы шыққанда қазір пәленбай мың болды. Әлі таусылған емес. Таусылмайды. Қанша ішіп жатыр, алып жатыр, миллиондаған хажылар барады, алып кетеді. Ол Каба не тоқтамайды жанынан адамды айналып жүреді. Жылына тоқтамайды ғой. Бәрі замзам суын алып келеді үйіне, ішеді. Еш таусылмайды ғой жаңағы. Ешқандай таусылмайды. Өйткені Аллах тағала соны береке беріп қойған жаңағы Ибрахим алейхиссалам дұғасы шарапында. Енді мына қазақ мақалында айтады, бар деген оңалар, жоқ деген жоғалар дейді. Яғни бар деген сөз жақсы ғой негізі. Қанағат шүкір, Аллах тағала шүкір, Құдайға шүкір, бар деп жаңа айтатын болса, Аллах тағала сол сөздің себебімен берекесін беріп қойды деген адамға жаңағы. Ал енді жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деп жаңағы әзірсін әйел адамдар, әйел азаматтар жаңағы. Осы көп шағымданатын болса, Аллах тағала сол жаңағы сөзді өзіне сөзді бір не болады деп қасиет болады екен. Бір сөзді қайта айта беретін болса, періште әмин десе қалып кетеді ғой. Сол үшін ешқашан жаңағы жоқ деген сөз айтып қойған ләжім болса. Тура жаңағы мақалдағыдай. Бар деген оңалар, жоқ деген жоғалар деген екен. Мына құрметті жаман осындай. Енді бар құрметті жаман, баршамызға мына бала шағамызға осы сөзді үйретуіміз керек. Не ішсек те, не жесек те, Құдайға шүкір, альхамдулилля, Аллахқа шүкір деп шүкір етуімізді бала шағамызға үйретуіміз керек, құрметті жаман. Баршамызға тыңдағанымызға рахмет, Аллахтан разы болсын. Амин. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.